Міне истема екінші буын радиаторды, печканың радиаторын ауыстыру. Мынау левый руль. Сол жақ перекидка жасалған, ауыстырылған. Тіпті оңай екен. Қазір мұнен ауыстырамыз. Астыңғысын разборцовкасынан төсеп қойдық. Қазір саламыз. Оңай екен. Жаңа видеодан көріп, міне крузак 100. Саламыз осыны. Бір жағынан суық жел соғып тұр. Сосын ауыстырайын дегем. Сосын тағы видео болады. Анадан суырып алдық та ескісін салдық. Разборцовка ештеңе керек жоқ, хомутпен тартылады. Үстін бәрін кетірдік. Салонға мынандай пеш салынды. 6 сопыла бер жағынан, 6 сопыла ар жағында. Сол 3 вентилятор бар, 12 мен. Бұл жердегі пешінде трубка ыстық су мен суық су әкелінбеген. Мұнда тұр бар. Бұл жерде пеші, ол кондермен істейді. Пластиковый түрмен алдына дейін барады. Екі алдыңғы пешпен бірге қосылған ыстықта. Мына жердегі артындағы кісілер тоңады қысты күндері. Ассалаумағалейкум жігіттер. Міне видеоның жалғасы. Міне алынып тастаған өзімнің алдыңғы печканың радиаторы. Енді бұл радиаторы мен лақтырған жоқпын. Мына жерден Т әрпінің үлгісімен кестім. Мына жерге деймін жағын тоже осылай Т әрпінің үлгісімен алып, енді мынаны ашам. Бір жағына қайырып, мына жағына ашып. Сосын мына жағында істейм солай. Сосын ішіндегісі жолдарын тазалау керек. Ішін көрсек, бір ет, бір май бүкетіліп жатыр. Түгел бүкетіліп жатыр. Енді мұнаны қазір тазалау керек. Мен мұна полотнаны, темір кесетін полотнаны жартысын кесіп, болгаркамен ортасынан сосын кішкене жұқартып, сол істеген басын шүкірлеп сол. Енді мынау мен қолданғандарым мынау. Мына тістеуік сияқты өзінің кетіктері бар сол. Сосын отвертка болды. Сол. Так, міне арасын ашқанда алсын. Т әрпінің үлгісімен соны енді бір-біріне жақындаттық. Жақындаттым, енді мынаны аргонный дәнекермен дәнекерлеу керек. Жаңында енді мен мынаны асып қойым. Менде тұр жаңасы. Ол енді көпке дейін шыдайтын шығар. Мына жерге өзінікі ескінікі. Мендегі аргонный трубкамен дәнекерлеу керек. Суаға береді. Осыны түсірдік енді.